Өз басың жазу үстеліне көп отырып жүрсіз ба соңғы кезде? Маған ұстазым Мұзафар Әлімбаев айтқан сөзі бар. Көпен, уақытыңды жіберме. Күніне бір бет жаз. Бір жылда 365 күн бар ма? Бар. Сонда сен 365 кітап жазасың. Сен қашанда қайраулы пышақтай болып тұрасың. Егер тоқтап қалсаң тотпасады дейтін. Оны Қадыр Мырзалиев ағамды айтатын. Қадыр ағамның шығармашылық лабораториясында мен көбірек көрдім. Сонда айтады. Мен таңертең тұрғаннан кейін шабыттың үстінде боламын да, сақалымды алмаймын дейді. Тек жазу үстеліне отырамын. Әттен шаршап, шалдығып, қалжыраған кезімде ғана, ештеңеге жарамай қалғанда жазуға. Сол кезде ғана сақал мұртымды аламын дейді. Сақал мұрт алуға ана уақыттың көп керегі жоқ дейді. Уақытты тиімді пайдалану ғой, көрдіңіз бе? Енді сиыр да суалады ғой. Сондықтан сатириктерді сарқылады. Аларын алады да, берерін береді. Сосын қашан бұзаулағанша ол иімей тұрады. Ол бүкіл шығармашылыққа тән нәрсе.